Дегтярная мылау, яғни дегтярлық сабын табиғи шикізаттан дайындалатын, денсаулыққа пайдалы қасиеттері бар дәстүрлі сабын түрі. Оның тарихы мен өндірілуі ғасырлар бойы халық медицинасы мен косметологияда қолданыс тапқаны белгілі. Төменде дегтярная мылауның не екендігі, оның қандай шикізаттан жасалатыны және не үшін пайдаланылатыны туралы егжей-тегжейлі мәлімет берілген. Бір дегтярная мылауның анықтамасы мен тарихы. Анықтамасы. Дегтярная мылау бұл ағаш тектерінен, көбінесе шөп, қылқан жапырақты немесе шошқа ағаштарынан алынған табиғи дегот, алынған белсенді компоненттері бар сабын. Дегот табиғатта ағаштарды жану немесе арнайы термиялық өңдеу нәтижесінде алынатын қан тамырлық осында. Ол өз кезегінде антибактериалды, антисептикалық және қабынуға қарсы қасиеттерге ие. Тарихы. Бұл сабын түрі ежелгі заманнан бері халық тұрмысында қолданылып келеді. Ежелгі дәуірлерде ағаштың өзінен алынған дегот көптеген халықтық емдік рецептілерде пайдаланып, терідегі ауруларды емдеуге, жарақаттарды дезинфекциялауға көмектескен. Екі өндіру технологиясы және шикізат. Негізгі шикізаты. Дегот. Ағаштардың, көбінесе қарағай, бұйра немесе басқа да қатты ағаш түрлерінен бетті табиғи түрде алынатын белсенді зат болып табылады. Дегот өз құрамында фенол топтамалары, смолалар және басқа да табиғи қосылыстарды қамтиды, олар микробтарға қарсы әсер көрсетеді. Сабын базасы. Әдетте өсімдік майлары немесе мал майларынан алынған табиғи майлар пайдаланылады. Майлар селективті түрде натрий немесе калий гидроксидімен, сода немесе қоректік негіз әрекеттесіп сапон қабатын қалыптастырады. Сабында. Өндіру процесі. 1. Дегот алу. Ағаштан немесе басқа шикізат көздерінен дегот алу арнайы әдістермен жүзеге асырылады. Бұл әдетте ағашты біркелкі отта ұстап, оның дымқыл бөлшектерін термиялық ыдырау арқылы жүзеге асады. 2. Сапондау реакциясы. Табиғи майлар деготмен және таңдалған сазондайтын компоненттермен қосылып реакцияға түседі. Бұл процесте эмульсиялық тізбектер пайда болып, сабын құрылымы пайда болады. 3. Пішіндеу және кептіру. Қалыптасқан сабын арнайы қалыптарға құйылып, қалыптасып, жеткілікті уақыт бойы кептіріледі. Осы кезеңде өнімнің текстурасы мен құрылымы бекітіледі. Бұл өндіріс әдісі табиғи компоненттердің артықшылықтары мен потенциалын толық ашуға бағытталған. Сондықтан дегтярная мылауны өндіру кезінде химиялық қосылыстардың арасындағы оңтайлы үйлесім сақталады және өнімнің терапевтикалық қасиеттері жоғарғы деңгейде қамтамасыз етіледі. 3. Функционалды қасиеттері мен пайдалы әсері. Антисептикалық және антимикробты әсер. Дегот құрамындағы фенол топтамалары бактериялар мен микробтардың дамуын тежеуге көмектеседі. Бұл қасиеті сабын теріні тиісті түрде тазалап, микробтардан қорғайды. Қабынуға қарсы әрекет. Дегтярная мылауның құрамындағы қосылыстар қабыну процесін тежейді, терінің қызаруын, шаршауын және күйзелістерін азайтады. Тері күтімі мен косметологиялық қасиеттері. Сабын терінің май балансын реттеуге, тіндерді жұмсартып, оларды сергітуге септігін тигізеді. Қажетті мөлшерде пайдаланылғанда себік, экзема, псориаз немесе себория секілді тері ауруларын емдеуде қосымша көмекші терапия ретінде қызмет етеді. Сонымен бірге жеке гигиенаны қамтамасыз етуге арналған өнім ретінде күнделікті қолданылады. Антиоксиданттық әсер. Кейбір табиғи компоненттер мен қосылыстар тері жасушаларын еркін радикалдардың зақымынан сақтайды. Бұл оның қартаю процесін баяулатып, терінің икемділігін сақтайды. 4. Қолдану салалар мен пайдалану әдістері. Дәрі-дәрмек саласы. Тері ауруларының емінде. Дегтярная мылауны экзема, псориаз, себория, дерматит сияқты тері ауруларын емдеу процесінде сыртқы қолдану құралдары ретінде пайдаланады. Жарақаттар мен тырнақ асты инфекцияларын емдеуде де қолданылады, себебі оның құрамындағы дегот микробтарға қарсы әсер етеді. Косметология. Тері тазарту және күтім. Косметологиялық процедураларда дегтярная мылауны теріні тазарту, май балансын реттеу және терінің текстурасын жақсарту мақсатында пайдаланады.